Қазір бір аспанға не дейсің? Америка бір жаңағы самолеттен болса Россия бір буранды ұшырыпты десе, телевизордан беріп елдің бәрі ойбай таңғалып, оған ана жаңағы ғалымға Нобель сыйлығын бере ма, жоқ басқа қыла ма, газеттен күніге хабарлап, телевизордан түспей қоя ма, газетке жаза бере ма, жаңағы журналдардың сыртына суретін іліп тастай ма, бір буранды аспанға ұшырып алып келген, оны қайтып шықпай қалды. Ал біз шындап келгенде үлкен космический корабльде ұшып жүрміз да. Буран сияқты ұша алмай қалған жоқ. Ол жер дейтін біз аспанда кезіп жүрміз, жердің үстінде отырып ала. Сондай космический корабль. Ештеңе жерге төбесінен жіпсап тұрған жоқ, астынан не тұрған жоқ, топырақ. Қазір тасталды лақтырып кеп жіберші. Мен қазір тасты лақтырайын. Ұшып барысында пәленше деген адамның тура маңдайының ортасынан тисін. Сосын ол оңға емес, солға емес, артқа құласын деп айтсаң, ондай болмайды. Тасқа елігің жүрмейді.